Баршаңызға сәлем. Бұл видеода шай дастарханына қойылатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жент және шоколадты женттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жент жасауға қажетті құралдарды және ингредиенттерді видеоның описание бөлімінен таба аласыздар. Алдымен сары майды ерітіп, балмен араластырамыз. Содан соң талқанды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Егер де масса сұйықтау болатын болса, үстіне кішкене талқан қосып, формасын ұстайтындай қою болғанша араластырамыз. Дайын болған жентке әдемі эстетикалық түр беру үшін силиконды формаларға нығыздап саламыз. Содан соң женттің түбін тегістеу үшін пышақпен видеодағыдай кесіп тегістеп шығамыз. Дайындалған жент массасы дәл осындай 3 формаға жеткілікті болды. Барлығын 30 минут көлемінде мұздатқышта қатырып алған соң, дәл осылай формасынан шешіп аламыз. Біздің женттеріміз дайын болды. Енді бірнешеуінен шоколадты жент дайындаймыз. Алдымен ыстық сүтпен шоколад жақсылап ерігенше араластырамыз. Егер шоколад сұйықтау болатын болса, сүт суымай тұрып, тағы да үстіне шоколад қосып араластыруға болады. Массаның қоюлығы дәл видеодағыдай болуы тиіс. Шоколадты жентті дайындауға кірісеміз. Алдымен пышақтың жүзіне бір жентті қойып, ыдыстың үстінен шоколадты женттің үстіне құямыз. Бұл яғни бізге шоколадты үнемдеу үшін және де шоколадты жентті жасау үшін, яғни женттің үстін шоколад толығымен жабу үшін өте ыңғайлы болып саналады. Осылайша бірнеше жентті дәл осындай шоколадпен әрледік. Қалауыңызша үстіне жаңғақ немесе жылтырақ посыпкалар сеуіп, тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде қатырып аламыз. Қымбатты достар, мінекей біздің женттеріміз дайын болды. Тез әрі оңай дайындалатын, әрі дәмі тіл үйіретін қазақтың ұлттық тағамы дәл осындай болып жасалады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийге қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.